Сәлем достар, бүгін қытырлап тұратын қатпарлы самсаның рецептімен бөлісемін. Егер видео сізге қызық болса, соңына дейін тамашалаңыздар. Ұнды електен өткізіп аламыз. Тұз қосып, араластырып, бөлме температурасындағы суды қосып, қамыр илейміз. Қамырды пакетке салып, шетке алып қоямыз. Қамыр жұмсағаннан кейін қолмен икемге келтіріп, 1-2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті осылай зуала жасап, пакетке салып, тағы да шамалы уақытқа алып қоямыз. Бөлме температурасындағы майды ерітіп аламыз. Және құрамындағы суды қайнатып жібереміз. Қамырды жаямыз. Бірінші қамырды жайып, шетке алып қоямыз. Екінші қамырды жаямыз. Қамырды жайған кезде қатты жұқа болып кетпесін. Егер жұқа болып кетсе, қатпарлары көрінбей қалады. Мантыге жайғандай етіп жайсаңыздар болады. Қамырды майлаймыз осылай. Және май шамалы қатқаннан кейін жаңағы алып қойған бірінші қамырды бетіне орналастырамыз. Арасындағы ауаны шығарып жібереміз. Оның да бетін майлаймыз. Май қатқаннан кейін орап, арасындағы ауаны осылай айналдырып шығарамыз. Және спираль тәрізді етіп орап, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Тартылған ет, ұсақтап туралған пияз, тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді араластырып, салмасын дайындаймыз. Міне салмасы дайын. Жарты сағат өткеннен кейін қамырды тоңазытқыштан шығарып, бірдей бөлшектерге бөлеміз. Қолмен осылай икемге келтіріп аламыз. Және ортасын қатты баспай, шетін баса отырып жайып аламыз. Салмасын салып, өздеріңіз қалаған формада түйсеңіздер болады. Мен барлық самсаны 3 бұрышты етіп түйіп шықтым. Противинді майлап, самсаны бір-біріне тығыз орналастырамыз. Сонда шеттері қатты болып қалмайды. Бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, күнжіт дәндерін сеуіп әсемдейміз. Қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Самсалар дайын. Өте дәмді болып шығады. Егер видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Менің рецептіммен жасап жатсаңыздар ас болсын.